Баршаңызға сәлем, қымбатты менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләйләгүл. Бүгін мен сіздерге ерекше тәтті болып шығатын тағамның рецептісімен бөлісетін боламын. Және де бұл рецепте арнайы лайфхак бар, тағамның дәмін келтіретін. Сондықтан видеоны өткізбей мұқият соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Бұл тағамды кейбір өңірлерде шымшыма, жаппасай, немесе тәтті тамақ, немесе нан салма деп атайды. Біздің өңірде бұл тағамды тәтті тамақ деп атаймыз. Ал келесі видео рецепте мен сіздерге дәл осы донерді сиыр етінен үй жағдайында дайындаудың рецептісімен бөлісемін. Сондықтан каналды жоғалтып алмас үшін дәл қазір тіркеліп, қоңыраушаның белгісін все деген батырмаға басып қоюларыңызды сұраймын. Ал ендеше тағамымызды дайындап бастайық. Ең алдымен қамырын жақсылап илеп аламыз. Ол үшін суымызға тұзымызды салып, тұзымыз ерігенше араластырамыз. Және де ұнымызды алдын ала електен өткізіп аламыз. Ортасын шұңқырлап, ортасына жұмыртқамызды салып, тұзды суымызды аз-аздан құйып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз қатты жұмсақ болмауы керек. Сондықтан осы видеоның астындағы описание бөлімінде жазылған ингредиенттерден артық су қоспаймыз. Барлық ингредиенттері өлшеп жазылған. Сондықтан дәл осы рецептпен жасасаңыздар, сіздердің қамырларыңыз эластичный және де тыңдағыш әдемі қамыр болып иленетін болады. Мінекей біздің қамырымыз басы бірігіп, жақсылап иленіп шықты. Дәл осы кезде қамырымызды 10 немесе 15 минут шамасында жақсылап, ысқылап илейміз. Біздің қамырымыз жақсылап иінін қандырып, осылай иі қанып жақсылап иленуі керек. Сол үшін дәл осылай бір 10 немесе 5 минут шамасында жақсылап илеп аласыздар. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді осылай салафанға салып, немесе бетін ыдыспен жауып қойсаңыздар болады. Енді көкөністерімізді дайындаймыз. Мен барлығын алдын ала аршып дайындап қойдым. Сіздер де солай дайындап қойсаңыздар болады. Ең алдымен пиязымызды өзіңіздің қалаған формасында турап аласыздар. Мен сіздерге видеоға түсіріп жатқандықтан барлығын осылай алдын ала турап алдым. Негізінде қазанның қасында турып жатып барлығын турап дайындай берсеңіздер аз уақыттарыңызды алады. Келесі сәбізімізді тураймыз. Мен сәбізді ұсақтап 4 бұрышты формада турап алдым. Барлығын турап ыдысымызға салып, келесі етімізді тураймыз. Етімізді де 4 бұрыштап, ұсақтап турап алдым. Етті алдын ала морозилкаға сәл қатырып алсаңыздар, жақсы туралатын болады. Мінекей барлық етімізді турап алдық. Енді ыдысымызды отқа қойып, үстіне майымызды құямыз. Майды кішкене көбірек қосасыздар, сонда тағамдарыңыз дәмді болады. Ең бірінші етімізді салып, жақсылап суы тартылғанша қуырып аламыз. Бұл тағамды дәл менің рецептім бойынша жасап көріңіз. Өте дәмді болып шығады, және де бір жасағаннан кейін қайтып жасағыңыз келе береді. Сондықтан видеоны мұқият соңына дейін қарап отырыңыздар. Еттің суы тартылып қуырылғанға дейін біздің қамырымыз да иінін қандырып демалып тұр екен. Дәл сол кезде қайтып илеп, иінін қандырып демалдыруға қалдырамыз. Мінекей біздің етіміз қуырылуға жақын қалды. Бұл шамамен 5 минут уақытын алуы мүмкін. Мінекей біздің етіміз қуырылды. Енді осы кезде сарымсақ пен пиязымызды қоссақ болады. Менде сарымсақ болмады, болса қосып жіберсеңіздер болады. Мен пиязды қуырып жатырмын. Енді пиязымыз қуырылғанша 2-3 қайтара жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің пиязымыз да қуырылды. Енді үстіне сәбізімізді салып, тағы да бір қабат араластырып қуырып жібереміз. Сәбізді көп қуырмаймыз, бір қабат араластырамыз. Міне сәбізіміз қуырылды. Енді үстіне менде қатырылған қызанақтар бар болатын. Күзде, сезон кезінде қатырып дайындап алсаңыздар, осылай қыста қолдана бересіздер. Видео рецептісі менде каналымда бар. Осы видеоның астына сілтемесін қалдырамын. Болмаса, балғын қызанақ немесе томат пастасын қолдансаңыздар болады. Мінекей біздің қызанағымыз қуырылып болғанша, демалып, тынып тұрған қамырымызды бөліктерге бөліп, дөңгелектеп, тағы да тындыруға қалдырамыз. Мінекей біздің қызанағымыз қуырылып болды. Дәл осылай араластырып аламыз. Енді үстіне дәміне қарай тұзымызды және де бұрышымызды қосамыз. Енді сіздерге лайфхак, дәл осы тағамның дәмін ерекше келтіретін дәл осындай дапанжеге арналған приправаны қосамыз. Міндетті түрде осыны қосуға тырысыңыздар, себебі дәмі ерекше дәмді болып шығады. Мінекей мен осылай 2 ашты бұрышын және де осындай приправаларын қостым. Көп қоспаймыз. Дәл осылай 2-3 қосамыз. Барлығын қосып бір қабат араластырып, үстіне 2 литр су құйдым. Егерде жетпесе, тағы да үстіне қайнаған сумен толтырсаңыздар болады. Енді тағамымыз қайнағанға дейін біз капуста
капустамызды және де картопымызды турап аламыз. Капуста мен картопты дәл осылай үлкен бөліктерге бөліп турадым. Менде картоптың турағаным түспей қалыпты, оны да осындай үлкен бөліктерге бөліп турап аласыздар. Дәл сол аралықта біздің сорпамызда қайнап бастайды. Дәмін көріп, дәміне қарай тұзыңызды қоссаңыздар болады. Мінекей мен дәмін көріп жатырмын. Енді дәміне қарай кішкене тұз қосамыз. Оттың астын баяу отқа қойып, қамырымызды жаюға кірісеміз. Мен осындай дөңгелек формада жайып жатырмын, немесе үлкен дөңгелек қылдырып жайып, үстіне майыңызды жағып, 4 бұрыштап кесіп салсаңыздар да болады. Мінекей біздің қамырымыз жақсы иленгені соншалықты ұнды себуді даже қажет етпейді. Дәл солай осы қамырмен сіздер де жұмыс жасап көріңіздер. Мінекей осылай мен орташа қалыңдықта жайып алдым. Жұқалап жайсаңыздар да болады. Енді соңғы 3-4 қамыр қалдау деген кезде қайнап тұрған суымызға капустамызды және де картопымызды салып, жақсылап араластырып, оттың астын қосып, біздің қамырымызды салғанға дейін осы өнімдеріміз қайнап бастауы керек. Судың мөлшері біздің капустамыз бен картошканы жауып тұру керек. Дәл солай мен жауып тұру үшін кішкене жарты литр тағы да су құйдым. Енді қалған қамырымызды жайып бастаймыз. Мінекей біз барлық қамырымызды жайып болдық. Үстіне сұйық майымызды жағып, майлап шығамыз. Осы жерде тағы да бір лайфхак. Қамырды жайған кезде ұнды көп мөлшерде қоспаңыздар, себебі қамырдағы ұн майды өзіне жақсы сіңіріп алады. Сондықтан майды сіңірмес үшін, тағамымыз қатты майлы болмас үшін ұнды аз-аздан қосып жаясыздар. Мінекей сорпамыз дәл осылай бұрқылдап қайнап бастаған кезде қамырымызды дәл видеодағыдай бір-бірден орналастырып жайып шығамыз. Қақпағын жауып, жарты сағат немесе 40 минутқа қалдырамыз. Оттың асты қатты отта тұруы керек. Мінекей біздің тамағымыз дайын болды. Мен дайын болғандығын 35 минуттан кейін тексеріп көрдім. Мінекей біздің тағамыз дайын болды. Оттың астын сөндіргеннен кейін 5 минутқа бұқтырып қалдырамыз. Дәл осылай ыстықтай ұсынсаңыздар болады. Бұл рецепт 4 бұрышты қамырдан жайып жасасаңыздар да болады. Менде енді жалқауларский осылай үлкен көлемде әрбір адамның алдына 2-ден немесе 1-ден осылай ұсынсаңыздар болады. Ортасына салмасын салып ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді, дәмі аузыңыздан кетпейтін ерекше рецепті сіздер де жасап дайындап көріңіздер. Және де бұл рецепті мен неше жылдан бері жасап келе жатырмын. Және де барлық лайфхактармен де бөлістім. Сондықтан міндетті түрде сіздер де дайындап көріңіздер. Жаңадан түскен жас келін болсаңыздар да дәл осы рецептпен ата-енелеріңізді және де балапандарыңызды, жолдасыңызды қуантыңыздар. Өте дәмді тағам, міндетті түрде дайындаңыздар. Баршаңызға рахмет, ас болсын. Сіздермен бірге болған Ләйләгүл. Келесі кездескенше аман есен сау болыңыздар. Кейбір өңірлерде бұл тағамды шымшыма деп те атайды. Дәл осылай шетінен үзіп, қолыңызбен шымшып жегендіктен шымшыма деп аталған деп ойлаймын. Ал кейбір өңірлерде бұл тағамды индийское блюдо деп атайды. Өзіміздің, меніңше, тәтті тағамымыз деп атаған дұрыс секілді. Ал сіздің өңіріңізде бұл тағамды қалай деп атайды? Астына комментарий бөліміне өз ойыңызды қалдыра кетіңіздер. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, подписка жасауды да ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар. Пока-пока.